Кеше оразада аузашарға асыққан шала мұсылмандардың бұл күні шампан ашуға асыққанын көресің. Шайтанды дұғамен атып түсіретін мұсылманның шайтанға қосылып салют атқанын да көресің. Қағбаға қызығып қарамайтын надандардың шыршаға қызығып қарағанын көресің. Қадыр түнін күтуге шамасы жетпегендердің бұл түнді ұйқысыз өткізгенін көресің. Құрбанға бір тоқтысын қимағандардың бұл күнге бірнеше есе ысырап қылғанын көресің. Қағбаның түбі Қадыр түні мен жұма намазында тілемеген дұғасын сағат 12-де тілегенін көресің. Жұма намазына арнап кимеген таза киімдерін жаңа жылға арнап кигендерін көресің. Кедей ағайындары мен көршілеріне арнап жайылмаған дастархан бейтаныс пасықтарға жайылатын болады. Мешітке жиналмайтындардың шырша мен мейрамхана ішінде мешіндей шулап жиналғанын көресің. Сақалды намазхан бауырына баспайтындардың дінсіз сақалды аяз атаны бауырына басып құшақтағанын көресің. Қазақ қыздарының жезөкше сынды киінгенін көріп, етегі жабық ақшақардың иманы мен ұяты бар екен деп қаласың. Қайдан? Бірақ ол да сол надандардың бірі. Зинақорлар қозып, қыздар қыздығынан, жігіттер абыройдан жұрдай болатын түнге де жақындап қалдық. Алла субхана ва тағаланың алдында қызармаған беттердің жаңа жылдан соң көгергенінде көзің шалады. Қысқасы, көретіннің бәрін көресің. Қияметте одан да зор оқиғаларды көресің. Ортаға тігілген жалған шырша сені де жалған сенім иесі ететінін біл. Бауырым, сен мұсылмансың. Саған жаңа жыл түнінде намазда не ұйқыда болған жарасады. Менікі бір насихат деп біл, бауырым. Алланың алдына қайтатыныңды еске ал. Алла баршамызды дінімізде тұрақты және табанды етсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулилlah.